Сәлем достар, Pinduoduo сайтын тегін үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Мен бүгін сіздерге тауарға қалай возврат жасаймыз, продавецпен сөйлесу, возвраттың статусын көру туралы ақпарат беретін боламын. Тауарға возврат жасау үшін профильде кіреміз. Ең астын санағанда 5-ші моя динамики доставке таңдаймыз. Осы жерден барлық товарларға кіреміз, яғни доставқа кеткен товарлар. Маған бірінші товарға возврат жасау қажет. Соның үстінен басамын. Товардың астында қызыл жазуды таңдаймын. Ол бізде возврат дегенді білдіреді. Кіремін соған. Осындай терезе ашылады. Google переводчикке салып аударып аламыз. Бірінші жазу ол мен ақшамды қайтарып алғым келеді, товарды алған жоқпын. Ал екіншісі мен товарды алдым, бірақ та возврат жасап ақшамды қайтарғым келеді. Бұл кезекте біз товарды әлі алған жоқпыз. Сондықтан біріншісін таңдаймыз. Енді тағы да осындай терезе ашылады таңдаған кезде. Ақшамды қайтарып алғым келеді. Статус доставканы көрсетеміз және де қайтарып алу себебін жазуымыз қажет. Осылай барлығын Google переводчикке салып, түсінбеген жерлеріңізді аударып алсаңыздар болады. Статусты көрсетеміз, товарды әлі алған жоқпыз және де үшіншісін басқан кезде бізде қайтарып алу себептері шығады. Google переводчикке аударамыз. Товарды алғым келмейді. Доставка уақытылы емес, отслеживание жоқ, товар сатылымда жоқ және де басқа да белгілер шығып тұр. Басқа да белгілерді таңдаймыз. Мен мұнда размер сәйкес келмейді деп таңдаймын. Сол үшін другие причины қоямыз. Енді астында, ең астыңғы жағына текстпен жазуымыз керек. Не үшін біз товарды возврат жасап жатырмыз? Басқа размер деп жазамын, Қытай тіліне аударамын. Копировать етіп аламын да себептерге қоямын. Ең астында фото сұрап тұр. Фотоны қою міндетті емес, ол өз еріктеріңізде. Мен фотоны қойған жоқпын, возвратқа жіберемін. Осында терезе шығады, осы жерде. Енді возврат жасалған товардың статусын көру үшін жеке кабинетте мына белгінің үстінен басамыз, возвраттың белгісін. Товарға кіреміз. Ең төбесінде жазуда товардың статусы тұрады. Бұл жерде жасыл жанып, товар возврат жасалды деген белгі тұру керек. Алайда менің товарым қазір жолда, яғни уже Қытайдың складына жөнелтілген. Сондықтан возврат жасау кішкене біраз уақытты алады. Жалпы возврат жасағаннан кейін ақшаңыз 2-3 күнде қайтып келеді. Осы жерге кіріп, статусын қарап отырсаңыздар болады. Қажет болған жағдайда продавецпен сөйлесесіздер. Ол үшін мына жерде магазиннің атауы тұр, жанында SMS-тің белгісі бар. Соның үстінен басамыз. Осылай магазин иесіне жазамыз. Қазір мен товарымды возврат жасау жөнінде продавецке жазатын боламын. Google переводчикке кіремін. Продавецке хат жібердім, енді жауабын тосатын боламыз.
Жаңа продавецке жазғаннан кейін маған қайтадан жауабы келіп тұр. Кіремін қайтадан магазинге. Google переводчикке саламын. Кеше жібердім, алмасаңыз отклоните дейді. Сізге товарды алғаннан кейін ақшаңызды қайтарып беретін боламыз. Менде жаңағы продавец айтқан қайтарып алу жасалынған, яғни возврат. Тағы да бір рет грузовик белгісіне кіріп тексереміз. Яғни бұл грузовик дегеніміз біздің жолдағы товарлар. Ең бірінші тұрған товардың үстіне қарасақ, үстінде қызыл жазу тұр. Осы товарға бізде возврат жасалған болатын. Аударамыз. Товар жіберілген, курьер қайтып келгеннен кейін сіздің ақшаңыз қайтарылады. Яғни возврат жасалған товар продавецтің өзіне қайтарылғаннан кейін біздің ақшамыз қайтарылатын болады.